Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Жазып болсақ, назарымызды балалар 53-ші беттегі 28-ші жаттығуға аударайық. Мәтінді оқы. Құстардың әңгімесі дүниетану кітабынан. Мен торғаймын, шиқ-шиқ. Адам тұрағына жақын келіп қоныстанғанымыз қандай жақсы болды. Бізге адамдар жем, су беріп, қамқорлық жасайды. Мен қарғамын, қарқ-қарқ. Мынадай қалың қарда дән қайдан табылсын? Ағаш бүршігімен, кепкен жеміс жидекпен күн көре тұрамыз да. Мен сауысқанмын, ей, қаз, сен жылы жаққа кетпеп едің? Қыс түскенде мұнда неғып жүрсің? Әй, сауысқан-ай, танымадың ба? Біз үй қаздарымыз ғой. Сен өзің неге жылы жаққа кетпедің? Деп сұрады қаз. Мен туған жерде қыстайтын отырықшы құспын ғой. Мен сияқты алақарға, тоқылдақ, торғай, суық торғайлар да өз туған жерлерінде қыстайды, деді сауысқан. Мәтіні мазмұны мен тақырыбы сәйкес келе ме? Қандай ат қояр едің? Мәтіндегі негізгі ойды анықташы. Қыс мезгілінде қыстап қалатын құстарға қорек табу қиын болады екен балалар. Сондықтан адамдар оларға қамқорлық жасау керек, жем сауыт жасап, оларға дәнді дақылдар салып тұру керек екен. Мәтіннен жіктік жалғаулы зат есімдерді теріп жазып, сөз құрамына талда дейді. Ал орындаймыз. Орындап болсақ, тексерейік. Торғаймын, қарғамын, сауысқанмын, құспын. Ал сөз құрамына талдаңдар. Торғаймын сөзінде түбірі торғай, мын жіктік жалғауы. Қарғамын сөзінде қарға түбірі, мын жіктік жалғауы. Сауысқанмын. Сауысқан түбірі, мын жіктік жалғауы. Құспын. Құс түбірі, мын жіктік жалғауы. Жақсы балалар. Келесі назарымызды 30-ші жаттығу 54-ші беттеге аударайық. Тиісті жіктік жалғауын қойып, мәтінді көшіріп жаз. Ал орындаймыз. Орындап болсақ, тексерейік. Мен ең ақылды тоты құспын. Сендерге өзім жайлы айтып беремін. Біз 350-ге жуық түрімізбен дүние жүзінде ең көп тараған құстардың біріміз. Өмір жасымызда ұзақ. Балалар, бұл жерде жіктік жалғауының қай жағында қолданып тұр? Я, бірінші жағында, себебі тоты құс өзі айтып отыр. Жарайсыңдар. Келесі шығармашылық үзіліс. Тоты құсқа мына сөйлемдерді жатқа айту үшін қанша апта қажет? Кешаға ет ұнамайды. Етпен басқа құстар қоректенеді. Мен жемісті, жаңғақты, неше түрлі дәндерді жеуді ұнатамын. Ал кестеде сендерге Кешаның қай аптада, неше сөз жаттайтыны берілген. Ойланып, Кеша бұл сөзді қанша уақытта жаттайтынын анықтаңдар. Анықтап болсақ, балалар, яғни бұл сөйлемдерді 7 аптада жаттайды екен. Үй тапсырмасы 54-ші беттегі 29-ші жаттығу. Ережені қайталаймыз. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.